Рұқсат болса, жақында ғана мына Ақ жол фракциясының өкілдері бақтыға барып келді. Министр Жанұлы, қосып сөйлесіп сол жөнінде. Қайырлы күн. Жаңа қарындасымыз дұрыс сұрақ қойып отыр. Мына сіздің жаңа жауабыңыздағы 70% деген қайдан шыққанын білмеймін. Осыдан 3 ай бұрын біздің Ақ жолдың депутаттары осы бақты шекарасына барып, сол жерде жаяу жүріп барын көріп қайтқанбыз. Ар жағында Қытай қала салып қойған, бүгінгі заманауи қала. Бер жағында МЖ деген жаңа екі кішкентай үйден басқа мен ештеңе көрген жоқпын. Иә, бер жағында. Соны сіздер неге қалай ауыз толтырып 70% деп осы халыққа осыны айтасыздар? Мына бақты деген шекара бүгін осы Абай облысын асырауға өзінің жағдайы жетіп тұрған шекара негізі. Абай облысы бүгін осы бақтыран өткен машиненің арқасында күн көруге болады. Бірақ неше жыл болды? 15 миллиард бөлінген ақша астынан өтірік су шықты деп сіздер ол корректировкаға жібергенсіздер, әлі ол шешілген жоқ. Соны неге айтпайсыздар? Ол 15 миллиард осыдан қазір кез келген кәсіпкердің қолында 15 миллиардты берсеңіздер, ана жерге қала салып тастайды, ана бер жағына. Бірақ енді мына астынан су шықты, мына жерге құрылыс сала алмаймыз, корректировкаға жіберген екенсіздер, оның жағдайы қандай? Дұрыстап түсіндіріп айтсаңыздаршы. Сіздер өздеріңіз болдыңыздар ма сол жерде? Сіздер мына процентпен, пайызбен жауап бересіздер, бірақ мына жерде жаңа айтып отырғандарыңыз шындыққа жараспайды. Жақсы. Жауап бересіз бе? Бұл жерде енді 70% дегеніміз бұл модернизация жұмысы тек қана құрылыс жұмыстары емес, бұл жаңағы сіз айтқан 15 миллиардтың ішінде оборудование, 8 миллиард оборудованиясы да тұр. Ол оборудованиялар қойылған. Жаңа сіз айтқаныңыз рас, корректировка жіберілді, бірақ енді құрылыс барыс корректировка былтыр жасалып, Рұқсат болса, тағы сұрай берейін. Жаңа ағамыз бастаған екен, сол анау Қытай елінен сізге берейін. Жетіспеге түсіндіріп берейін дегенім. Анау ИДК, екі ИДК импортқа ол жұмыс істеп жатыр. Күнде 270 машина импортқа кіріп жатыр. Пассажирский терминал жұмыс істеп тұр. Бір күнде 1000 адам өтеді. Жұмыс бақтыда жұмыс істеп тұр. 70%-ті айтқанымыз жаңағы екі импортқа екі поток өтіп жатыр. Оның бәрі сол. Экспортқа қалды екі жаңағы заливка дейміз, бетон. Сол қалды. Соны айтып жатырмыз 30%-ті. Бәрі жұмыс істеп отыр. О жерде біз бір жетте бір рет бақтыда өзіміз барып тұрамыз, қараймыз. Біз сөйтейікші, одан көпке созбай, депутаттарымыз тағы жіберейік бұл бақтыға. Бірге барып көрсетуге болады, бірге барып. Бірге барасыздар, жақсы. Көп рахмет. Сол тағы да сол сұрақ жаңағы туындап жатқан, біз неге қайта-қайта осы сұрақты сұрап жатырмыз? Біз жақтан, өйткені бізге айтады да, Қытайдың компаниясы ұтып апты екен, сосын ол ақшаны жеп қойыпты екен, сосын ол салынбай қапты деген чапанды біз киіп жатырмыз. Сосын біз жақта кісілер айтып отыр, жаңа ағамыз тура айтады, бақтының шекарасы ашылатын болса, Абай көркейеді. О жақтағы бірінші ол кісілердің бәрі, біз барайық, жұмыс істейік дейміз. Біз осымен енді, мен өз басым осы жұмыс үшін талай адам іздедім. Мені керек қылған адам жоқ. Өйткені мен барам, ең соңынан біздің бастекеңдер айтады, не болды, біз бір жеңгені қате істедік па, енді болмаса біз көмектесейік. Біттей болса да енді, мен енді қазақ болған екен, Қытайдан келсем де. Біттей болса да біздің қазағымыз дамыса, Абай облысымыз дамыса, әркімнің қалтасы біраз ақшалы болса деген ойымызбен осындай жүгіріп жатырмыз. Бірінші сұраққа тағы да толық жауап ала алмадым. Сіз бүйтіп әншейін ғана өте шықтыңыз, банша уақытта болады деп. Соған толық уақыт керек. Өйткені соңғы кездегі ақпаратқа қарағанда су деңгейі өрлеген себепті салынбады деген сөз. Сіз осы жобаны алып шыққан кезде су бар ма, тас бар ма, не нәрсе бар екен бәрін білуге болады. Ол құрылыс істеген кісілердің бәрі біледі ғой. Ол аз қалған уақытта менше ол дұрыс емес. Енді басқа мақсатымыз жоқ. Осы жұмыс тез іске қосылса,
бәріміз жұмыс істесек, екі жақ дамыса, Абай көркейсе деген ғана бір қазақ елі дамыса деген бір ғана ойымыз бар. Басқа ешқандай ойымыз жоқ. жақсы қарындас, сіз мына біткен соң маған келіңізші, жарайды ма? Тағы сөз Жарайды. беремін. Мақұл аға, жарайды. Бұл жерде Жауап беріңіз. толықтырсам бола ма? Жаңағы сіз айтып отырғандай бақты кеден бекеті ашылса деген сөзіңіз дұрыс емес. Бақты кеден бекеті бүгінгі күнде жабық емес. Бүгінгі күнде бақты кеден бекеті істеп тұр. Біз Тачен әкімшілігімен кеден қызметімен ай сайын кездесулер өткізіп, әрқашанда өзіміздің автокөліктердің, өтетін автокөліктердің, пассажирский потоктың ұлғаюына өз ұсынысымызды беріп отырмыз. Біз кеше ғана, вторник күні ғана кездесу өткіздік. Осы сұрақты тағы да бізде көтердік. Бүгінгі күнде бақты бекеті тоқтап тұрған жоқ, істеп тұр. Оған қоса біз бүгінгі күнде модернизацияның 6 жолақты жол ғой. 6 жолдың 2 жолағы ашық, 2 жаңа ИДК қосылып тұр, 2 виса қосылып тұр. Ешқандай кедергі, кептеліс жоқ. Мен түсінбей тұрғам, сіздер қандай өте алмаған қандай да бір сұрақтарыңыз болса, елді шекарадан өте алмай жатсаңыздар, сұрақтарыңызды жеке қойыңыз. Бірақ бақты бекеті бүгінгі күнде толыққанды істеп тұр, ешқандай кедергі жоқ. Толыққанды емес шығар, 7% деп отырсыз қойсаңыз. Жақсы.